Армысыздар, назарларыңызға апта ішінде болған маңызды жаңалықтарды ұсынамыз. Жамбыл облысында өңірлік ауқымдағы төтенше жағдай жарияланды. Мәселе соншалықты күрделі ме? Келесі жылы жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі басталады. Оны кімдер тапсыру керек? 2024 жылдың қаңтар айында барша қазақстандық баланың арнайы есепшотына мемлекеттен қаржы түсе бастайды. Ал ол үшін не істеу керек? Қыс түсіп күн суытқалы Қазақстанның кемінде 7 аумағында жылу электр орталықтарында апат болып, мыңдаған адам жылусыз қалды. Қыс ортасында тағы да апат болмайтынына кім кепіл болады? Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр жауап берді. Футзалдан Қазақстан құрамасы өз алаңында Нидерландыны жеңіп, Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатына жолдама алды. Толығырақ біздің арнада. Ауа райының күрт нашарлауына байланысты 12 желтоқсаннан бастап Жамбыл облыс аймағындағы республикалық маңызы бар автожоллар жабылды. Нәтижесінде жол бойында 500-ден астам жүк көлігі қалып қойды. Облыс әкімінің тапсырмасымен 13 желтоқсаннан бастап өңірлік жедел штаб құрылып, республикалық және облыстық маңызы бар бір қатар жолдарда көлік қозғалысы тоқтатылды. Қазіргі таңда 1279 адам құтқарылып эвакуацияланды. Қатты жел мен қардың салдарынан Шу ауданында электр желілері үзілген. Соның салдарынан Шу отар учаскесінде 11 жолаушылар пойызы тоқтап қалған. Олардың әрқайсысында орташа есеппен 500-700 адамнан бар. Өңірдегі желдің жылдамдығы секундына 45 метрге дейін жеткен. Ал Қазгидромет болжамына сәйкес алдағы күндері 30 метр секундына қатты жел ұйытқуы сақталады. 2 күн ішінде жалпы 5000 адам құтқарылған. Қазіргі уақытта Қордай және Шу аудандарында қосымша 825 орындық 9 жылыту пункті ұйымдастырылған. 2024 жылғы 1 қаңтарда жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі басталады. Оны бизнесмендер, сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырады. Ал 2025 жылы жалпыға бірдей декларациялауға бүкіл халық қосылады десек те болады. Декларациялау кезінде азаматтар Қазақстандағы және шетелдегі барлық мүлкін көрсетуге тиіс. Атап айтқанда бағалы қағаздар, цифрлық активтер, 30,5 миллион теңге шегінде қолма-қол ақша, сондай-ақ жылжымайтын мүлік, автокөлік құралдары және шетелдегі банктік шоттар. Декларацияны салық төлеушінің кабинеті, электрондық үкімет веб-порталдары, е-салық азамат, халық банк, центр кредит, мобильді қосымшалар арқылы тапсыруға болады. Декларацияны қағаз түрінде де, электронды түрде де тапсыру мерзімі 2024 жылдың 15 қыркүйегіне дейін. Алдағы жылдың қаңтар айында барша қазақстандық баланың арнайы есепшотына мемлекеттен қаржы түсе бастайды. Ал 2006 жылы және одан кейін туылған балалардың ата-аналары, қорғаншылық, қамқоршылық тағайындалған балалардың заңды өкілдері ұлттық қордан ақша алу үшін биыл не істеп үлгеру керек? Толығырақ тілші материалында. Балаңыз қордан ақша алу үшін алдымен баланың жеке басын куәландыратын құжатын және жеке сәйкестендіру номерін алуға тиіс. Бұл балалардың азаматтығын айқындау үшін керек. Шетелдердің азаматтығына кіріп үлгергендерге берілмейді. Электронды үкімет порталында баланың деректеме реквизиттерінің бар жоғын және дұрыстығын тексеру қажет. Әйтпесе кейбір ата-аналардың атына бөтен баланың жазылып кеткені әшкереленуде. Барлық баланың нысаналы жинақтау шоттары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында болады. Барлық төлем долларда жинақталады және аман болса бала 18-ге толғанда ғана беріледі. Қыс түскелі Қазақстанның кемінде 7 аймағында жылу электр орталықтарында апат болып, мыңдаған адам жылусыз қалды. Қазақстанның премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр үкімет елде ірі коммуналды апаттарға жол берілмейтінін айтты. Вице-премьердің сөзінше апаттар немесе технологиялық ақаулар желілерде болуы мүмкін. Себебі бұл проблемалар ондаған жылдар бойы қордаланып қалған. Шағын аудандарда, қалаларда жылумен қамтамасыз ететін қазандықта ірі апаттар болмайды деп сендірді. Аварии, которые могли бы нарушить теплоснабжение там целых микрорайонов или там города, или останова всей станции, тепловой станции, которая обслуживает город, мы не допустим. И на контроле эти вопросы находятся. Оборудование, которое мы подготовили к зиме, оно работает сейчас в нормальном режиме. Айта кетейік, Атырауда бір тәуліктей су берілмеді. Энергетика министрлігі Екібастұз, Ақтау, Көкшетау және Теміртау қалаларының жылу беру жүйелерінде проблемалар бар екенін растап, мәселені шешу жұмыстары жүріп жатқанын білдірді. Кеше футзалдан Қазақстан құрамасы өз алаңында Нидерландыдан 2-0 есебімен басым түсіп, Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатына жолдама алды. Маңызды ойынды ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та тамашалады. Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өткен ойынның бірінші минутында Біржан Ораз командасын алға шығарса, 7-ші минутта Дуглас Джуниор есепті еселей түсті.
ойынның екінші бөлігінде гол соғылған жоқ. Енді Қазақстан ұлттық құрамасы 20 желтоқсан күні Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі соңғы ойынын Румынияға қарсы өткізеді. Апта жаңалықтар легі осымен тәмам. Біздің әлеуметтік желімізге тіркелуді ұмытпаңыздар.